Орнымыздан тұрамыз, сот келе жатыр. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Қос тарап келді ме? Біз осындамыз, сот мырза. Біз де осындамыз, сот мырза. Ара сыйластық болса, қимастық болса, баянды өмір. Ара күндестік болса, түсінбестік болса, баянсыз ғұмыр. Әр жақсы адам бауырым, келмейді жолда қалдырған. Қайда жүрсең де қайда жанашыр болуды ойла. Талай түсең де сынға, ешкімді батырма мұңға. Құрметті сот мырза, наурыз айының 12-сі күні жауапкер Шынар Маратқызы менің клиентім Азат Саятұлынан 10 миллион теңге қарызға ақша алған болатын. Алайда ол ақшаны қайтарып беруден бас тартып отыр. Өтірік, мен бас тартып отырған жоқпын. Менің қорғаушымның тек бір-ақ талабы бар. Оны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Рұқсат. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 110, 150, 151 баптарға сәйкес жауапкершіліктен қашып отырған айыпталушыға 10 миллион теңге қаражатты үстем ақысымен және де моральдық, физикалық шығын келтіргені үшін тағы да 10 миллион теңге қоса отырып, жалпы көлемде 20 миллион теңгені қайтаруын сұраймыз. Болмаса, Шынар Маратқызының үйін беруін сұраймыз. Түсінікті. Қарсы тарап, сіздер не айтасыздар? Рұқсат па? Рұқсат. Құрметті сот мырза, біз айыптаушы тараптың бұл ұсынысын негізсіз деп білеміз. Біріншіден, екі тараптың арасында ешқандай да келісімшарт болған емес. Екіншіден, 20 миллион деген өте үлкен сума. Үшіншіден, менің қорғауымдағы Шынар Маратқызының үйін біз 20 миллионға бағалай алмаймыз. Себебі, ол үйдің бағасы мына қарсы тараптың айтып отырған бағасынан әлдеқайда жоғары. Кешіріңіз, сот мырза. Тынышталыңыз. Отырыңыз. Кешірім сұраймын. Құрметті сот мырза, Шынар ханымның жалғыз басты екенін ескере отырып, сот процесін ертеңге дейін созып беруіңізді өтінеміз. Түсінікті. Олай болса, жауапкер тарапының өтінішін қабылдала отырып, сот шешімін ертеңге қалдырамыз. Рахмет. И что это было? Маған бірде-бір сөз берген жоқсыз. Шынар ханым, сіз дұрыс түсініңіз. Бұл сот процесі ғой. И что? Бұл жерде көшедегідей не болса соны сөйлеуге болмайды. Оның үстіне көріп тұрсыз, ана қарсы тарап барлық дәлелмен келіп отыр. Біздің қолымызда түк жоқ. А неге бізде түк те жоқ? А? Теперь я должна остаться без дома из-за этого? Мен сізге олай деп тұрған жоқпын ғой. Мен бір күнді не үшін сұрадым? Не үшін? Короче, Шынар ханым, бізде бір-ақ вариант бар. Сіз ана Бекежан тауып алуыңыз керек. Өткендегі сот процесі апелляция уақыты әлі аяқталған жоқ. Егер Бекежан апелляцияға беретін болса, Азат Саятұлы сізден үйді тартып ала алмайды. Сонда мен Бекежанға звондап, алло, Бекежан, а давай қайтадан үйге таласайық деймін бе? Иә? Исключено. Дұрыстап салшеш, толтырып, каждыйына толтырып сал дұрыстап. Бұғат, шағышақ кеттім. Кем ести беренші? Есе қуасың ба? Қазір складта жүрген қыздар көріп қойса не істейсің, ұят емес пе? Кән қыздар, складта кілең апашқы ғой? Апашкілердің өзі баяғыда. Қойше. Оның үстіне батямна каждый қапқа 30 мың теңгеден беріп жатыр. Камазистер үйт таппайды. Рақат емес 30 мыңнан. Қанша? 30? 30. Қайда еттің, неге екеу алып алдың? 60 мың. 5 мың жарайды ма? Француз!
Давай сен итальянец деп айтайық. Сіз кімге келдіңіз? Мен Бекежанды іздеп келгем. Фамилиясы кім еді? Фамилиясы оның қасында Г дейтін досы бар. Француздың досы ма? Иә. Іште жүрген жаңа. Өткетсем болады ма? Документіңізді тастап, өте беріңіз. Жақсы. Рахмет. Не болды, жүрші былай қарай. Бекежан, француз. Тоқтаңдар. Нағып тығылып отырмыз. Бағып сөйлесек те. Француз, қумаш, а? Не тупить ете бересің, білесің ғой? Бекежан, мен естіп отырғанды білемін. Кешіре алмайсың, түсінемін. Сенің орнында болғанда мен де сөйтер едім. Оның бәріне мен өзім кінәлімін. Бекежан, француз, менің осы күнге дейін кешкен өмірім мен қателіктерімнің бәрін де түсіндім. Сендер сияқты балаларға жақсылық жасағым келеді. Бірақ ол үшін сендердің көмектерің қажет. Сендердің көмектерін бірінші кезекте маған емес, балаларға қажет. Азат менен үйді тартып алмақшы. Сендерден басқа үміт жоқ. Ертең сағат 10-да сот залында күтем. Мен үшін болмаса, балалар үшін келетін шығарсың. Бекежан, мені кешірші. Қош ел. Шынархан, Бекежан келеді деп ойлайсыз ба? Келу керек. Ол балаларды бұлай тастап кетпейді. Құрметті айыпталушы тарап, сіздің күтіп отырған адамыңыз келді ме? Біз нені, кімді күтіп отырмыз? Құрметті сот мырза, сәл уақыт бере тұрасыз ба? Қанша уақыт? 10 минут. 10 минут. Сот 15 минут үзіліс жариялайды.
Ахиллес, сын Пелея. Кім? Шынақ. Бұлақ балдайдарым салқын самал баурайлар, саялаған беу туған жер. Орнымыздан тұрамыз, сот келе жатыр. Отырыңыздар. Айыпталушы тарап, сіздің күтіп отырған адамдарыңыз келді ме? Жоқ. Олай болса, айыптаушы тараптың өтінішін қарастыра отырып, айыпталушының ешқандай жерде жұмыс істемеуіне байланысты, оның ақшаны қайтару жолдары жоқ екеніне көз жеткізе отыра, сот мынандай ұйғарымға келді. Айыпталушы Шынар Маратқызының жеке меншігіндегі торайғырып 243 мекен жайында орналасқан жылжымайтын мүлігі осы сәттен бастап Азат Саятұлына тиесілі болып табылады. Өмірдің мәні жап-жарық сәуле барында, көңілдің нәрі жүректің нұрлы бағында. Өлшеніп берген уақыт сені күтпейді, алданып қалма алуан түрлі сағымға. Ғайыптар тосын күтеді сені жолыңда, сабырмен басып кедергі көрсең Саламатсыз ба, апа? Сен мұнда не істепсің? Кетіп келдің бе не? Иә, өзіңіз қалайсыз? Балалар қалай? Жақсы бәрі. Сол мектептен күтіп алайын деп едім, балалар қарайтын адам таппайтын. Әкеліңіз, мен қарайын. Точно ма? Точно, әкеліңіз. Алдындағындай асық емессің ба? Жарайды, мен қазір тез келем, е? Жақсы. Қазір мама келеді. Алло, Шынар. Үйді тазартып жатып, балалардың заттарын тауып алдық. Егер керек болса алып кет, болмаса мусорға тастай саламыз. Тастамаңыз, мен алып кетемін. Есіктің кілтін кіреберісте ковриктің астына тастаймыз. Екеуміздің кездеспей ақ қойғанымыз дұрыс болар. Жақсы. Рахмет.
саған тағдырдың жолы құпия аңсыға тал тиюің уақыт сұрқия алып кетеді өзіне тартып әр қия сұрамай-ақ қой жауын оның таппайсың өйткені саған тағдырдың жолы құпия аңсыға тал тиюің уақыт сұрқия алып кетеді өзіне ан жаққа жүрші. Айтпақшы, негізінде былай болған. Әкеліңдер ма? Тұр ғой. Айтшы енді. Шынар бізді асырап алам деп жатыр. Оны кім айтты саған? Өзі айтты. Француз? Шынарға сенесің бе? Білмеймін. Давай оны тексеріп көрейік. Қалай? Менде бір идея бар. Шынар маған балаларды асырап алу үшін 5 миллион ақша керек деп сұрап келді. В общем, братан, былай. Сен Шынарға қарызға ақша бермейсің. Оның саған қарыз 10 миллионын біз жауып береміз. Ал сен бізге спектакль қойып бересің. Келістік пе? Точно қайтарасыңдар ма? Қайтарамыз ғой? Конечно. Рахмет, Берга. Ай, әкеңнің балалары. Істемейтіндерің жоқ, біресе керек. Біресе керек емес. Немене сендерге сот ойын шықпай? Че там, брат? Документтер дайын ба? Я дайын ғой. Не ғой жігіттер, Шынар не қып келмеді? Шынарға сюрприз жасайын деді. Алып шықшаш бар, тез-тез енді. Келеді ғой. Үлгер олмай? Бол, тез-тез жүгіріңдер, кетіп жүр. Үлгер олмай қаламыз, давай, тез. Ал жақсы балаларым, үлкен өмірде жолдарың болсын. Рахмет, Шарипа папа. Үлкен рахмет сізге. Ертең Шынар естігеннен кейін өзі келіп сізге арнайылап рахметін айтар. Үлкен рахмет. Сау болыңыз, апа. Жақсы. Отырдыңдар ма? Все, давай. Ал, давай, француз, братан. Тапи! Шынар, екеуміздің кездеспей қойғанымыз, дұрыс болар. Братан, базар жоқ, әртіс екенсің. шіркін-ай өмір қандай